Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Әр халықтың тұрмыс тіршілігіне қажетті заттардың дүниеге әкелетін ол әрине қолөнер. Қазақ ұсталарының, зергерлерінің қолынан шыққан қолөнер халқымыздың ата-бабадан бізге жеткен шеберлігі, ұсталығы, ісмерлігі деп білеміз. Ал соның ішінде ұлттық қолөнерінде ағаштан көптеген заттар жасалған. Музыкалық аспаптар туралы. Соның ішінде қазақтың 7 ұлттық қазынасының бірі болып саналатын қасиетті домбыраға арналған қолөнер, сырлы өнер тақырыбындағы онлайн сұхбатымызды бастаймыз. Бүгінгі қонағымыз республикалық домбыра жасайтын шеберлерінің 3 мәрте өкілі домбыра конкурсының лауреаты, Назарбаев зияткерлік мектебінің өнер пәнінің мұғалімі, домбыра шебері Намазбеков Тілеш Рымжанұлы. Тіке замандасым, сұхбатымызға қош келдің. Ассалаумалейкум. Жетісу өңірінде қолөнерінің сан түрінің дамып жатқан белгілі. Оны біз осы облыс бойынша түрлі мәдени шаралар барысында, соның ішінде аудан, қала мәдениет күндерінде көріп келеміз. Сіз бүгінгі осы таңда осы өнеріңізбен танымалсыз. Осы өнерге қалай келдіңіз? Жасымыздан сол әкеміздің қасында жүріп, біраз өнер үйрендік. Өз әкем ауылда Алғазы орта мектебі дейді, Қаратал ауданында, сол мектепте еңбек пәнінен сабақ берген. Сол кездері кішкентаймыз, сол әкеміздің қасында жүріп, әкеміздің жасаған бұйымдары, экспонаттары мені өте қызықтырды. Кішкентай кезімнен газет журналдағы әріптердің өзін көшіріп жазудың өзінен басталды ең бірінші. Одан кейін мектеп қабырғасында ақырын өнерімізді көрсетіп, одан мектеп бітірер шағымызда көрме ретінде аудандарға, облысқа бұйымдар жасадық. Марқұм досым Асқар екеуміз. Сонда біздің жасаған бұйымдар аудан бойынша бірінші орын алып, одан кейін арман қуып Алматы қаласына кеттік. Мен Қазақ педагогикалық институттың көркем сурет факультетіне түстім. 1989 жылы бітіріп, осы Талдықорған қаласына келдім. 18-ші мектепте мұғалім болып орналастым. Сурет, сызу және еңбек пәндерінің мұғалімі болды. Менің тағы бір қызығушылығым оянып, домбыра жасайтын Махамбет атты кооператив болатын. Садуақасов Аман деген, ұстазым Нұрәлі деген қазір Жетісу университетінде сабақ береді. Солардан осы домбыраны үйрендім. 92-ші жылы, 94-96 жылы Алматыда өкілі домбыра сайысы болды шеберлердің. Алғашқы 10-қа кіріп, лауреат атандық. Қаламыздағы барлық мәдени шараларға қатысып, әр мейрамда өзіміздің жасаған бұйымдарымызды көрмелерге қоямыз. Бүгінгі таңда біз білетін сіздің шеберханаңыз бар. Облысымызда өтіп жатқан ауқымды мәдени шаралар барысында қолыңыздан шыққан көптеген шеберлік жұмыстарыңызды көріп жатамыз. Қазақтың аспаптары ерекше орын алып жатқан. Қолөнер жолында қанша шәкірт тәрбиеледіңіз? Ізбасарларыңыз жалпы бар ма? Қазақ айтады ғой, шәкіртсіз ұстаз тұл деп. Еңбек жолында қаламыздағы кәсіптік техникалық колледжде сабақ бердім. Домбыра аспаптарын жасаушы шеберлер дайындайтын. Қазір тоқтап қалды. Белгісіз себептермен арнайы өзім 2 топ оқытып шығардым. Біраз балаларым болды. Колледждің ішінде қазір ұстаз болып істейді. Өзім досым Жанғалиев Ерлан, қазір мықты шебер, өзі алдында шеберханасы бар. Барысай Берғанат деген шәкіртім бар. Аманбаев Ақат, біраз Жаркенттің біраз балалары бар. Жалпы мына Барысай Берғанатты 16-шы жылы Алматыда осы марқұм Бейсен Құранбек бауырымыз шақыртып арнайы ұстаз және шәкірт деген тақырыпта біраз танымал кісілермен бірге отырып айтуға оңай несіне қатысып қайтқанбыз. Шәкірттерім көп, қазір жанымда өзімнің ұлым Төлеген үйретіп жатырмын. Жақсы алып келе жатыр. Көрме жайына келетін болсақ, мен қалаға 89 жылы келгеннен бері осы уақытқа шейін дерлік барлық облыстық, қалалық мәдени шаралардың бәріне дерлік қатысып келе жатырмын. Барлық мейрамдарда, Наурыз, қала күндері бар, үлкен көрмелер бар. Алматы облысының Астанадағы 10 күндігіне барып қайттық. Ғарышқа адамның ұшқанына 50 жылдығына байланысты Байқоңыр қаласына республикалық көрмеге қатысып қайттық. Енді халықаралық өзіміздің Астанамыз 17 жылы болған Экспо 17 үлкен көрмесіне Алматы облысынан 22 шебері қатысып қайттық бірге. Ұлы дала көшпенділер әлемі атты осы түркі тілдес халықтардың арасындағы үлкен фестивальге көрме қойып қайттық. Әлі де болашақта осындай үлкен көрмелерге қатысамыз ба деген жоспарларымыз бар. Жалпы ұсыныстар бар дейсіз ғой. Аспаптарды жасаудан тыс көркем суретпен де айналысасыз. Аспапта ойнайсыз, ән шырқап өлең де оқисыз. Көптеген жерлестерімізге осы жолда қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Жолдасым екеуміз бірге оқыдық. Жолдасым қазір Алматы облыстық көркем галереясында жұмыс жасайды, ғылыми қызметкер болып. Екеуміз бірге оқығандықтан
бізде дипломдық жұмыс деген болады. Сонда жолдасым қазақ қызының қалыңдықтың киімін тікті де, мен сол қалыңдықтың бүкіл әшекейін жасадым. Бірінші жалпы зергерлікпен айналысқан. Алғашқы жұмыстарымды Атамқұлов Болат деген менің ұстазым болды. Сол шеберханадан жасап, жоғарғы дәрежедегі бағаны алдық. Факультетте бұндай қорғау бірінші рет болыпты. Мына көбінесе бізді қол байлайтын материалмен құрал саймандар ғой. Зергерлік материалмен құрал саймандар жетіспегендіктен мен ағашқа ауысып кеттім. Содан 92 жылдан бері домбырамен айналысып келе жатырмыз. Жалғыз біз енді домбырамен шектелмей, аспаптың барлық түрлерін жасаймыз. Сый-сияпатқа байланысты үлкен кішілі сыйлықтар жасаймыз ағаштан. Оның ішінде астаулар бар, қобдишалар бар, сандықтар бар, неше түрлі бұйымдармен айналысамыз. Суретке келетін болсақ, енді сурет мен өзімнің оқыған факультетім көркем сурет факультеті болғандықтан, қол қатайып қалмас үшін, сурет салу үшін қолымызды кішкене шыңдап нығайтып аламыз. Сондықтан анда-санда майлы бояумен жұмыс жасап қоямыз. Адам шебер болғаннан кейін ең бірінші өзінің сүйіп қабылдаған мамандығын майын тамызып тұрып үйренген дұрыс. Ал айналасындағы басқа өнерді бірге алып жүрген ол артық болмайды. Жаңа айтып кеттік, жігітке жеті өнерде аз деп. Мен енді жаңа басындағы темірмен, металмен айналысу, ағашпен айналысу, сурет салу бар, осының бәрін бірге ала жүріп, қыш өнері деген бар. Өзімнің мектепте үйірмем бар. Балаларға қыш өнерін үйретем, суретке салып үйретем. Кескіндеме бағытында, графика бағытында үйренем деушілер болса, қолын қақпай оны үйретуге дайынбыз. Қазақ балалары өнерге өте жақын келеді. Сондықтан оларға демеу керек. Енді қаламызда оқушылар сарайы бар, басқа да мектеп мұғалімдері бар. Сол балаларды тартып, жақсы шеберлер шығарсақ, ертең нанын тауып жесе де артық болмайды. Бір жағынан өнер адамдары көбейеді. Қалыс қалып қалған өнерлерімізді ақырын жаңғыртып келе жатырмыз. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық мұрасы, қазынасы ол әрине ұлттық қолөнер. Қолөнер тәрбиенің құнды құралы, атадан балаға мирас болып келе жатқан халық шығармашылығы. Қолөнер құрақ-құр ою-өрнек, атты баптап ер-тұрман қамшы өрмек. Сал дәстүрі ешкімге ұқсамаған, қазақта ғой байлаған жіпті көрмеп. Қадірменді көрермен, облыстық халық шығармашылығы орталығының бүгінгі қонағы болған республикалық өкілі домбыра конкурсының лауреаты, домбыра шебері ұстаз Тілеш Рымжанұлы. Сізге сырлы әңгімеңізге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс пен амандығыңызды тілейміз. Жақсы күндерде жүздесейік ағайын.